Анасын іздеген ұл, екінші бөлім. Менің тұңғышым, әкемнің кенжесі Ертуар ханзада қолда-аяққа тұрмай жүгіріп жүр. Анамның жаны соның үстінде. Мен ес білгелі, жанары тұнжырап, үйдің күйбің тірлігінен босамайтын бейшара анамның өміріне мына сәби өз сәулесін төккенін байқадым. Оған қараған сайын толғанай есіме түседі. Аяп, елжіреп, есіме алып, қайда жүр екен деп ойланып кетемін. Арым іштей жанымды жейді. Біздің шаңырақтың бар қызығы, қуанышы Ертуар. Әттең, сол қызыққа оны жарық дүниеге әкелген ананың ортақ болмайтыны жүрегімді ауыртты. Алланың оған берген бақытын біз адамдар тартып алдық. Әкем алып берген келіншегім де момын болып шықты. Үндемей үй тірлігімен айналыса береді. Күні бойы маңыма жоламайды, тек түнде төсегіме келеді. Сөйтіп жүргенде екі қызға әке болып та қалдым. Бұл кездері әкемнің дәулеті дөңгеленіп, еселене түсті. Сәті түсіп, Қазақстаннан мейманхана ғимаратын салатын тендер ұтып алдық. Мен басшы ретінде ата жұртқа жиі барып тұрдым. Іштей үнсіз толғанайды іздеймін. Оны танитын бір адамды білмеймін. Сұрастыратындай. Баяғыда қайда оқитынын анықтап сұрамаппын да. Ортақ бір танысым жоқ екен. Содан көшедегі әйел атаулыдан толғанайға ұқсастық іздей беремін. Ол жас, жуас еді ғой. Жүнжіп ауылына кетіп қалған шығар. Мынау мегаполисте бір жанашыры жоқ болатын деп ойласам, көкірегім қарс айырылады. Толғанай ішімдегі бітеу жараға айналды. Мейманхана құрылысын аяқтап, абыроймен тапсырған соң Қазақстанға келуді қойдым. Стамбулдағы тірлігім жақсы жүріп, соған алданып кеттім. Бірақ өтіп жатқан өміріме көңілім толмайтын. Бір жоғым бар сияқты болатында тұратын. Достарыммен қыдырысым көбейіп, саяхаттардан, жолсапардан басым босамай жүретінмін. Сол шабылыстардың бірінде жол апатына түстім. Көп асқанға бір тосқан болды ма, әлде толғанайдың көз жасы ұрды ма, екі аяғым белден төмен істемей сал болдым. Көз көреді, құлақ естиді, бірақ тілден айырылдым. Әкем Еуропа топырағында апармаған клиникасы, қаратпаған дәрігері қалмады. Анам байқұста жылап еңіреп жүріп, емші балгерлерге де сүйреді. Ешбір дауа болмады. Әкем менің дертімнен шөгіп қалды. Екеуміздің де ендігі бар үмітіміз Ертуар болды. Жақсы жігіт болып өсіп келе жатқаны көңілімізге қуаныш. Париждегі Сорбонна университетінде білім алып жатты. Ертуар кішкентайында апамнан тудым деп жүргенімен мүшелге шыға анасын іздей бастады. Қатындар жүрген жерде сөз жатама, анаңды атаң, әжең, әкең бірігіп, сені туғызып алып Қазақстанға қуып жіберген деп құлақтандырып қойса керек. Апасының жанын жеп сұрай берген соң анам, ол сені тастап Қазақстанға қашып кетті. Әкең ол кезде ақшта оқып жүрген деп мені қорғаштап бірдеңе айтыпты. Сонда битімдей бала. Басына күн тумаса, ешбір ана баласын біреуге беріп қашып кетпейді. Бұл соғыс заман емес, яғни оның басына күн туған. Мен оны тауып алып анығын білемін, депті ғой. Түйсігін қарасаңызшы. Анам есі шығып, біраз күн маған айта алмай жылапты. Содан болған жайды әупірімдеп жүріп, әкеме жеткіздік. Ол күші де қаһары да қайтып, аурудан әруақтай болып қалған еді. Әйтеуір сол баладан айырылып қалмаңдар, сорымыз қайнап қалмасын. Шындығын айтып, табылса шешесін тауып беріңдер. Соның көз жасы шығар мына хәліміз, деді бір кезде айға атылардай арыстандай болған қайран әкем даусы дірілдеп. Міне содан бері біз оның анасы Толғанайды іздеумен келеміз, деп аяқталыпты жазба. Ежіктесем де соңына шыққанша үзіліс жасамай түгел оқып шықтым. Бұл кісі маған беру үшін түнімен жазып шықпаған шығар. Баяғыдан ақ қағазға жан дүниесіндегі арпалысты ақтарып жүрген ғой шамасы.
Сәдесімді іше сала, тәуелсіздігіміздің даңғылындағы хабар арнасының бас ғимаратына тарттым. Сұрастырып жүріп, қымбат сіңілімді тауып алып, танысып барлық сырды ақтардым. Еркектің қолжазбасын көрсеттім. Қымбат Толғанайдың суретін алып келіңіз, ұлы келіп іздеуге өтініш жазсын деді. Мені Ертуар мен әкесі тіпті даладан қарсы алды. Екеуі мейманхананың маңындағы саябақта қыдырыстап жүріпті. Жазбасын оқып жағдайын түсінді деді ме, еркек бұрынғыдай төменшіктемей, жанарын жанарыма қадап, қолымды екі қолының ортасына салып, қысып амандасты. Ертуар анасын түбінде мен тауып береді деген сенімде жүр. Түс әлетінде Толғанайдың суретін алып, бала екеуміз телеарнаға бет алдық. Апай, суретті көшіртіп берейікші, әйтпесе анамнан қалған жалғыз көз ғой, дейді көңілі қобалжыған ұл. Өзі бір көрмеген, тастап кетті дегендердің сөзіне сенбей, анасын шырылдап іздеп жүрген баланың адамгершілігіне разы болдым. Әйтпесе, ішкені алдында, ішпегені артында, молшылықта өскен, әлем мойындаған 6 тілдің 4-еуінде таза сөйлеп, Еуропа мен ағыштың ең беделді оқу орындарында білім алған жігіттің бойынан қазақылық есіп тұрды. Басқа бір санасыз, көкірегінің сәулесі, жүрегінің мейірімі жоқ біреу болса, барына настанып, ішіп жеген көргеніне мәз болар ма еді? Мені тастап кетіпті ғой, несіне іздеймін, деп елдің сөзіне сенер еді де, қайта шешесіне өшпенділігі өсе түсер ме еді? Әл-Фарабидің тәрбиесіз берген білім қауіпті деген сөзі бар. Ертуарға жақсы біліммен бірге жақсы тәрбие берген атасы мен әкесінен жылы жүрек салқын ақыл сыйлаған Алладан айналдым. Қымбат та бізді көргеннен қуана қарсы алып, қол жазбаны оқып шыққанын айтты. Суреттің көшірмесін беріп, өтініш толтырып, іздеуші ұлы мен әкесі ата-әжесінің суреттерін қоса тапсырып қайттық. Есіме Айқын газетінің басшысы Нұртөре Жүсіп мырзаға айтсам қайтеді, суретті жарияласа, қол жазбамен біреу болмаса біреу танып қалар деген ой түсті. Жазған құлда жазық жоқ. Ертуарды жетектеп алып, Айқын газетінің редакциясына келдім. Бас редактор Нұртөре Жүсіп қайным еді. Мен келеді дегеннен газеттің қым-қуат шаруасын қия салып, қарсы алды айналайын. Ертуарды таныстырдым, қол жазбаны бердім, суреттің көшірмесін қоса тапсырдым. Ұлт жанды адамгершілігі зор, көсем сөзші емес пе? Жағдайды бірден түсініп, орнынан қайта тұрып, Ертуарды бауырына басып, маңдайынан сүйіп амандасты. Жеңеше, бүгінгі газетті алдыңыздар ма? Деп таң азаннан жарқылдап, телефон соғып тұр ғой. Ертеңіне анасын іздеген азамат деген тақырыбы айқайлаған мақала газетте жарқ етті. Толғанай мен Ертуардың бейнелері ортасына басылды. Ішінде қолжазбаның жан толғаныстар тұсынан үзінділер де бар. Нұртөре Жүсіптің жылдамдығына, сөз толғауының шеберлігіне таң болдым. Түс ауа барған біздің сырымыз таң аташқа тасқат басылды да, таң ата оқырман қолына тиді ғой. Міне журналистік жылдамдық, ой ұшқырлығы дегеніңіз техника заманымен үндесіп жатыр. Ғимараттың төбеңгі қабатындағы дүңгіршектен газеттің 5 данасын сатып алып, Ертуарға құстай ұштым қуаныштан. Алла ісімізді оңдайтын шығар, деп Ертуар құшақтап сүйіп. Әкесі қолымды маңдайына тигізіп, газетті кеудесіне басып мәре-сәре болды. Сенбінің кешінде қайдасың бауырымнан аналы-балалы екеуінің суретін көрсетіп, тарихтарынан көрерменді құлағдар етті. Содан көңіліміз күпті, бір сүйінші хабар күтудеміз. Өзім жоғалған ұлымды тауып алатындай толғатып жүрмін. Жер түбіне жеткен ұлдың үміті, менің бар шаруамды тастап шапқылаған еңбегім ақталса екен. Күйеуім, балаларым бәрі тілектес болып жүр. Қазақтың салтымен Ертуарды әкесімен меймандыққа шақырып төр көрсеттік. Ертуар күйеуіме қатты ұнады. Мынау бір ел билейтін бала болғалы тұр екен. Әттең осы білімін Қазақстанға келіп, ел пайдасына жаратса ғой,
деп қояды. Сенесіз бе, сенбейсіз бе? Ертесіне бір әйел хабарласты телефоныма. Мен Толғанай Берсінбаеваны бірден таныдым. Женпеде тарих факультетінде бірге оқығанбыз. 2-ші курста оқудан шығып қалған деп тұр. Арғы тарихын білмеймін, өзін суреттен таныдым деді. Білесіз бе, қайсы облыстан еді? Деп, мен де қоймаймын тақымдап, ең болмасы туған жерін білейін деп. Осы Алматының маңайынан, Нарынқол жағынан болар, Қытаймен шекараласпыз дегені естігенім бар. Өзі көп сөйлемейтін тұйық қыз болатын, деді бар білгенін ақтарып хабаршым. Теледидарда іздеп жатты ғой. Бірақ айқынға бергеніміз жақсы болыпты. Газет халықтың көзі һәм құлағы деген рас екен. Халық көзбен көріп, құлақпен тарата бастады. Енді Толғанай Берсінбаева деген атпен іздеуге көштік. Алматы облысы бойынша мұрағаттардың анықтама бөлімдеріне сұрау жіберттік. Хабардан аты жөнін толықтырып айтып, тағы хабарланды. Газеттің қолдан қолға, құлақтан құлаққа жылдам жететініне тағы куә болдым. Ертеңіне тағы бір әйел телефон шалды. Ол тіпті Толғанайдың курстас досы болып шықты. Солай да солай, баласын тартып алып, Толғанайды қаңғытып жіберген ана оңбаған бай түріктер туралы да маған айтқан. Түркияға келген соң оқуын қайта жалғастыра алмады. АХБК-ға жұмысқа тұрып, жатақханасында жатты. Содан келер жылы өзінің еліндегі бір танысына күйеуге шықты. Ол әйелі өлген, 3 баласы бар қойшы болатын. Байғұс Толғанай сонымен қой бағып тау асып кетті. Қан тәңірінің етегінде жайлауымыз бар дейтін. Одан кейін хабарым жоқ деді. Естігенімді әкелі балалы екеуіне жеткізгенімде Ертуар сорлы анам деп жылап жіберді. Кінәлі әке ұлының бетіне қарай алмай жер шұқыды. Шыдай алмай арбасын жылдам-жылдам дөңгелетіп жатын бөлмесіне тартты. Мүмкін ол да оңашада жылап жатқан болар. 1:07-ден соң қымбат хабарласты. Таптық деп бірден сүйінші сұрады. Қуанып тұр. Менің де жүрегім аузыма тығылды. Екеуміз кездесіп, мән-жайды талқыладық. Шынымен сол ма? Нақтылау керек еді. Алла да Толғанайға қарасты ма? Байғұс қыз кезіндегі тегін ауыстырмапты. Сол арқылы оңай тауып алуға жол ашылды. Алматы облысының Қытаймен шекаралас Қ деген елді мекенінде өмір сүріп жатыпты. Жолдасы қойшы, 6 баланың анасы болыпты. Суретті факспен жіберіп, аудандық ішкі істер басқармасы арқылы тағы анықтап алдық. Дәл өзі деген жауап келді. Ал енді ол 6 баласын бағып отырған малын тастап бізге келе алмайды. Біз баруымыз керек, деді. Жас болса да көпті көріп, талайды табыстырып жүрген қымбат. Біз болғанда кімдер? Жарымжан еркекті несін әурелейміз? Ұлды алып кешікпей жолға шығайық, дедім мен өз жағымды түгендеп. Толғанайдың жайлауы Шәлкөде деген жерде көрінеді. Ол Тянь-Шань тауларының қойнындағы қырат. Оған анау-мынау көлік көтеріле алмайды. Белі мықты машина керек, деді хабардағылар. Не проблема, деді әңгімені тыңдап отырған Ертуар. Жағдайды түсінген соң, тікұшақпен неге бармаймыз, деді. Біздің елде тікұшақпен жай адамдар ұшпайды. Оны төтенше жағдайда не медициналық көмекке пайдаланады. Тау-тасқа еркін шығатын джип деген мықты көлік бар. Соны тапсақ жарар еді дейміз біз. Тікұшақты жалдауға болмай ма? Дейді ғой байдың баласы. Біз көзіміз бақырайып, бір-бірімізге қараймыз. Ұшақ жалдапты дегенді кім естіген дейсің? Есіме әжем айтатын, аштықтан ойнауға шамасы жоқ кедей баласына байдың баласы сыр күрішке тойып алып ойнай бермейсің бе? Депті дегені түсті. Жанымдағыларға сол аңызды айтып беріп бір күліп алдық. Журналистерді араластырып жүріп, Ертуардың қыруар ақшасына жалданатын тікұшақ таптық. Анасын аңсаған ұлда еш жоқ, қуанып жүр. Не десе де көнеді. Әйтеуір анасын көргенше асық. Сонымен хабардың продюсері, журналист пен операторы бар Ертуар екеуміз болып, ұшқышпен 6 адам көкке көтерілдік.
Алматыдан шықса бір тәулік уақыт кететін Шәлкөденің жайлауына 1 сағаттан аса жетіп келдік. Жасыл жайлаудың жазығына қонған тікұшақты шопандар қоршап алды. Келеді деген хабарларыңызды естігенмен дәл осындай аспаннан түсе қалады деп ойламап едік, деп Толғанай қарсы алғанда жүрегі жарыла қуанды. Анасына аспаннан баласын түсіріп бергендей болдық қой. Толғанайдың күйеуі нағыз ертегінің батыры дерсің. Сүйікті ақ көңіл, нағыз аузын ашса жүрегі көрінетін жан болып шықты. Жағдайды білген соң балам келді деп қуанып, бір тайды алып ұрды да бата алып бауыздап жіберді. Біз хикаямызды айтып шыққанша ана мен бала бір-біріне жолай алмай тұрды. Бірі анасы, екіншісі баласы екендігін білгендігі, табысқандарын көрудің өзі бізге оңай болмады. Хан Тәңірінің бауырындағы хан жайлауында 30 жыл екеуі екі мемлекетте жүрген ана мен бала жылай құшақтасқанда тау тебіреніп жер қозғалғандай. Көрген жан тебіреніп, сол маңда күн тұтылды деуге де болатын еді. Толғанайдың ер жетіп қалған 4 ұлы әкелерімен бірге қолда-аяққа тұрмай қызмет жасап жүрді. Біреуі ет жайғап, екіншісі дастарханға бас-көз болып, үшіншісі қонақтарды күтіп шапқылайды. Көздерінен от жанады. Таудың жігіттері осындай болады деп ұшқышымыз оларға қызыға қарайды. Операторлар әр сәтті қалт жібермей түсіріп жатыр. Журналист маңайындағы әрбір адамды сұхбатқа тартып өз ісін атқаруда. Келесі сенбідегі бармысың бауырымның негізі салынып жатты. Бесін ауа Шалкөдедегі ат тұяғы жетер, құлақ естір жердегі малшылар құлақтанып, Дәуітәлі жайлаған төбеге жиналып жатты. Толғанай ақ орамалы желбіреп, көк көйлегі көлбеңдеп, қуаныштан жүрегі алып ұшып, барын дастарханына төгіп, бабына келген бал қымызын сапырып-сапырып ұсынуда қонақтарына. Жат жерде күдері үзіліп қалған ұлы ат жалын тартып мініп, өзі іздеп келгенінен байғұс ананың бақыттан жүзі бал бұлжанып, баласына көзі тоймай қарай береді. Ертуар да менің ұлым осылай болса дейтіндей-ақ оғлан ғой, қалай қарамасын. Жиналған қауым әуелете ән салып, күмбірлете күй төгіп, небір әңгімелерді айтып, тамсанып, түнді таңға ұластырып, той-тойлап, ана мен баланы табыстырып тарқастық. Малды өріске шығарар алдында тойшы қауым анасын іздеп, Анадолыдан келген ұлмен қимай қоштасып, тік ұшаққа аттың үстінде отырып, қол бұлғап тұрды. Баласын ана, анасын бала, жоқтамасын мәңгілік. Авторы Сәуле Досжан.